Қайырлы кеш, қазақстандықтар, және қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Бүгінгі Қазақстан қоғамдық даму институтының желісінде подкастта қазақстандық балалар мен жасөспірімдер психикасының саулығы, қауіп-қатер және қолдау тақырыбында біз ой өрбітетін боламыз. Және бүгінгі подкастымыздың асыл да керемет қонақтары Астана қаласы полиция департаментінің әйелдерін зорлық-зомбылық қорғау бөлімінің жетекшісі, полиция подполковнигі Шрахметова Гүлмира Тілеуғалиқызы. Қош келдіңіз. Және балалар біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының ұлттық тренері, Европа психологтарының қауымдастық мүшесі, психолог-суицидолог Абдрахманова Сымбат Нұртазақызы. Және мен бүгінгі подкастың спикері Шерхан Арапбай, толық адам білім беру орталығының жетекшісі және педагог тренер. Сіздермен осындай өзекті мәселені қозғауда және мазмұнды ақпараттарды беруге және бүгінгі Қазақстандағы отбасылық мәселелердің ең түйткілі балалардың қауіпсіздігі және олардың балалардың қауіпсіздігін қолдау жөнінде тақырыптарда ой өрбітетінімізге қуаныштымын. Енді тақырыпқа оралатын болсақ, бүгінгі таңда сіздердің ойларыңызша Қазақстанда балалар мен жасөспірімдердің қатысты қандай проблемалар бар, соған тоқталып өтсек, өз пікірлеріңізді осы ортаға айтып өтсеңіздер. Енді Қазақстанда қазір ең көп таралып жатқан, кәмелетке толмаған жасөспірімдердің ортасындағы құқық бұзушылықтарға келіп тоқталатын болсақ, көбінесе ол буллинг тақырыбы. Қазір мысалы әлеуметтік желіні, бұқаралық ақпарат құралдарын ашып қарасақ, жан түршігерлік жағдайларға келіп жатады. Енді бұл біріншіден отбасындағы тәлім-тәрбие, бағыт-бағдар содан негіз алады деп есептеймін. Өйткені отбасындағы үлкендердің жаңағы жанжал немесе қандай да бір дау-дамай туған кезде сол проблемадан, сол мәселеден шығу жолы балалар оны модель ретінде қалыптастырып өз бойларына алады. Қазақта жақсы бір ұлағат сөз бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Үлкендердің жүріс-тұрыс моделі балаға үлгі болып қалыптасқан кезде отбасындағы жаңағы дау-дамайды шешудің жолы бала соны өзге ортада, жаңағы қоғамдық орында болсын, мектепте болсын, тағы да басқа жерлерде соның көрінісін көрсетеді. Тіпті балабақшадағы екі баланың ортасындағы конфликт жағдайды айтатын болсақ, мысалы, кейбір балалардың бойында агрессия жоқ. Жаңағы өзіне қатысты бір қандай да бір теріс қылықты көрсе, соған кері жауап бермейтін балалар болады. Ал керісінше агрессиямен жауап беретін балалар болады. Енді жалпы агрессияның ең бірінші бастамасы итеруден басталады. Мысалы, балабақшадағы балаларды көрсек, мысалы, олардың ортасындағы кикілжіңде екінші тарап итерсе, одан кейін оның арғысы жаңағы қол жұмсауға апарады, одан ары қарай жаңағы үлкендердің ортасындағы кәдімгі төбелес болады, соған жиналып келіп жатады. Мысалы, тұрмыстық зорлық-зомбылықта да алғы шарттар сол итеруден басталады. Біз қыз балаларға болсын, жаңағы мектеп оқушыларына болсын, немесе жаңағы тұрмысқа енді шыққан отбасылардағы осы тараппен жұмыс жасаған кезде бірінші сигнал ол жаңағы итеруден басталады деп айтамыз. Сол себептеден оқушылардың бойында өзінің жеке шекарасын қалыптастыруды, сол шекараға жаңағы басқа бір адамның қол сұғуына рұқсат бермеу жөнінде дұрыс ақпараттық жұмыстар жүргізілсе деп есептеймін. Енді бұл жерде жеке шекараның өзін талдап қарайтын болсақ, оның жаңағы рухани жағы бар, оның физикалық жағы бар, оның моральдық жағы бар, психологиялық жағы бар. Осының барлығы нақты жік-жігімен айыра білетін бала, ол өзіне қатысты құқық бұзушылыққа жол бермейді. Енді жаңа буллинг тақырыбын айттым, одан кейін
қазіргі кезде жаңағы ұсақ бұзақылық оқушылардың ортасында бар. Яғни енді осы кейінгі кезде сабақ басталғалы бері енді резонансты жағдайлар болып жатыр, барлығымыз оның куәгеріміз. Мысалы бір тараптың екінші тараптан үстемдігін, оның жаңағы әділдігін, мықтылығын басқаша көрсету, басқаша орнықтыру өзін, мысалы сол ортада солар көрініс алып жатыр. Енді бұның барлығы тек полицияның қолындағы дүние емес, бұған қоғам болып, әркім өз отбасында, әрбір ата-ана өзінің баласымен дұрыс жұмыс жасаса, енді бұл іс насырға шауып тұрған дүние емес. Енді конфликті жағдай ол кез келген жағдайларда болады деп есептеймін. Бірақ сол ар жағы құқық бұзушылыққа бармау керек. Өте рахмет. Тағы да бұл процестерде балалардың, жасөспірімдердің арасында болып жатқан мәселелер. Сымбат Нұртазақызы, сіздің тарапыңыздан қандай мәселелерге тоқтала кете аламыз? Енді жаңа Гүлмира ханым көптеген жаңағы құқықтық саладан балалардың жаңағы тәртібіне байланысты мәселелерді көтеріп жатыр. Енді өзім психолог болғаннан кейін психикалық денсаулығына қатысты, осы суицид саласында, суицидтің алдын алу саласында жұмыс жасағаннан кейін осы мәселені де көтеріп айтқым келеді. Енді өкінішке орай біздің еліміз суицид көрсеткіші жоғары елдердің қатарына кіреміз. Бұл салада жұмыс жасап келе жатқанына қазір 10 жылдың көлемі болды. 10 жыл бұрын біз 9-шы орында болсақ, қазір 19-шы орынға төмен түстік. Оның өзінде көп еңбек еттік, бірақ 19-шы орынның өзі ол негізі жақсы көрсеткіш емес. Бұның өзі біз үшін үлкен сигнал. Неге адамдар өз-өздеріне қол салып жатыр? Жалпы өз-өзіне қол салу бұл балалар, жасөспірімдер, жастар арасындағы өлімнің екінші себебі болып табылады. Яғни жаңағы басқа аурудан, басқа мәселеден емес, адамдар кәдімгідей өздерінің өмірлерін қиып кетіп жатыр. Сондықтан бұл жерде жаңа енді Гүлмира ханым да айтып жатыр, бұған бірнеше факторлар әсер етеді. Бұл әрине бірінші кезекте отбасы, себебі бала дүниеге келгесін бұл әппақ парақ сияқты болады. Ол аты кім екенін, діні кім, қандай екенін, ұлты қандай екенін білмейді. Қарапайым осындай түсініктен бастап, сенің атың осындай, руың осындай деген сияқты тегін үйрететін, басқа да қарапайым ақпараттарды беретін, мәселелерді шешуді үйрететін ең алдымен бұл отбасындағы ата-ана. Ата-ананың мәселені қалай шешкенін қарап, сол модельді қайталап, бала да сондай модельді қолданатын болады. Және де егер ата-анасы бір-бірімен жанжалдасатын болса, үйде күнде ұрыс-керіс болатын болса, енді әртүрлі отбасыларды кездестіріп жатырмыз. Осы 10 жыл көлеміндегі жұмыс барысында түрлі жағдайлармен кездесіп жатырмыз. Бұлардың барлығы баланың психологиясына тікелей әсер етеді. Психотравма деп жатамыз. Енді психотравма тек қана отбасында болмайды. Бұл буллингтің өзі бала үшін психотравма. Бала үшін жаңағы сексуалды зорлық-зомбылықта көрген балаларымыз өте көп қазіргі таңда. Ол да бала үшін психотравма болып саналады. Одан кейін ментал денсаулығының дұрыс болуына бұл генетикада әсер етеді, тұқым қуалаушылықта. Ата-әжесінде, арғы-аталарында психикалық ауытқулары бар болғандар болатын болса, тұқым қуалап, кез келген ауруда тұқым қуалайды, сол сияқты олда да осындай мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан осы мәселелерге жалпы ата-ана, қоғам болып барлығымыз жұмыс жасасақ, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Жаңа енді айтып жатырмыз, кез келген мәселе, бұл көтеріп отырған мәселеміздің бәрі қоғамдық мәселелер. Осы қоғамымызда болып жатқан мәселелер. Бұны маған қатысы жоқ, мен жаңағы балам жоқ деп қараудың қажеттілігі жоқ. Сіздің балаңыз болмаса да сіздің жақындарыңыз бар, көршілеріңіз бар, әріптестеріңіз бар. Кез келген адамда осындай жағдай болып қалуы мүмкін. Немқұрайлы қарамай, осыған барлығымыз назар аударып, барлығымыз бір-бірімізге мейірімді болып жұмыс жасау керекпіз деп ойлаймын. Өте рахмет. Бұл жерде баланың психологиялық мінез-құлқына байланысты айтылған өте мазмұнды ақпараттар болды. Және де қазіргі кезде Қазақстан қоғамдық даму институтының 2020 жылы жүргізілген Қазақстанда балалар контингенті кешенді зерттеу нәтижесіне сүйенсек, танымал енді қоғамдағы теріс пікірге қалыптастыратын танымал блогерлер және теріс әйгілі мультфильмдердің басты кейіпкерлері балалардың мінез-құлық моделіне теріс әсер етеді. Және де бұл барлық үдерісте жастардың жастардың бейнесінен көрінеді дейді. Сондай-ақ балалардың мінез-құлқына ең жағымсыз әсер ететін ойындар, осы нәрселердің барлығын көрсетіп өткен. Енді бұл ақпараттық желілерден келіп жатқан мәселелер ғой. Осы жерде сіздердің пікірлеріңіз десеңіз, заманауи технологиялар мен әлеуметтік желілер балалардың
және де жасөспірімдерге қалай ықпал етуде, және де жағымды және жағымсыз тұстары бұл технологиялардың, және де ата-аналардың балаларына ақпараттық технологияларда қалай қорған бола алады, осы жөнінде бір тоқталып өтсек. Енді жалпы әлеуметтік желі болсын, жаңа ғаламтор болсын, оны баланың жаңағы өзінен оқшаулап, алыстап тудың қажеті аз деп есептеймін. Өйткені қазір заман талабы, заман соған қарай орналасқаннан кейін біз оны қабылдауымыз керек біріншіден. Екіншіден, ата-аналардың тарапынан бақылау болса, мысалы 14 жасқа шейінгі баланың сағатта, күніне қанша уақыт ғаламторда отыра алады, ол жерде қандай контентті пайдаланып отыр, қандай ақпарат алып отыр, немен шұғылданып отыр, оны ата-ана міндетті түрде білгені абзал. Ал егер қазір кезде енді мысалы қоғамда бар дүниені айтайық, ата-аналардың басым көпшілігі жұмыс басты. Мен мысалы оқу орындарына, мектептерге, колледждарға жиі барам. Сол кезде балаларға сіздер қандай да бір қиыншылыққа тап болған кезде бірінші кезекте ата-анаңызға хабарласыңыз. Ата-анаңыздан көмек сұраңыз. Ата-ана сізді қорғайды, сізді түсінеді, сізге қажетті дүниенің барлығын ата-ана жасайды деп айтқан кезде балалардың көзіне жас үйіріліп, ата-анасына айта алмайтын балалардың көп екендігін байқаймын. Бұл жерде ол неге олай деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде ата-ана тарапынан баланың қателігіне бір сыни тұрғыдан қарап, сол жасаған қателігі үшін баланы жазаға ұшыратқан. Одан баланың беті қайтып қорқып қалғаннан кейін ата-анамен екі ортада байланыс жоқ, жаңағы түсіністік жоқ. Сол себептеден бала өзінің бетпе-бет келген проблемасын жасырады, ата-анасына айтпайды. Енді жаңағы ғаламтордағы ойындар қазір мысалы үлкен проблемаларға келіп жатыр. Соның ішінде жаңағы жас мөлшері белгіленген ойындар бар. Мысалы 18+, 16+ ойындарды кейбір тіпті белі қатпаған 6-7 жастағы балалар ойнап отырады. Ол әрине әр жас мөлшеріне қарай баланың физикалық мүмкіндігі, баланың интеллектуалдық мүмкіндігі, баланың санасы, жаңағы қабілеті, қабылдай алатын, қорыта алатын, онымен жұмыс жасай алатын дәрежедегі жаңағы жас мөлшермен бөлінген дұрыс ойындардың. Соған біз мұқият мән беруіміз керек. Екіншіден, мысалы жаңағы қауіпсіз деп табылатын ойындардың өзін уақытпен шектеу қойып отырған дұрыс. Өйткені ойынға жаңағы әлі тұлға ретінде қалыптаспаған, стержені жоқ баланы сол басы байлы ойынға беріп, содан тәуелділік пайда болып жатқан балалар бар. Мысалы ойынды таста, енді сабағыңа кіріс дегенде сонда агрессиямен жауап беретін, немесе жаңағы жылап, қандай да бір ерсі-қылықтар көрсететін балаларды біз жиі көреміз. Отбасыларға жиі барамыз ғой сол кезде. Сонда ненің жақсы, ненің жаман екендігін түсіндіретін ең бірінші кезекте ол ата-ана, басқа емес. Енді бізде қазір қоғамда ата-ананың жаңағы саналы ата-ана болу, соның ішінде ата-ананың ең басты міндеті балаға дұрыс тәрбие беру, жаңағы баланың дұрыс қалыптасуына бүкіл жауапкершілік ата-анада екендігіне кейбір ересектердің өздері жете бермей жатады. Сол өкінішті жағдай. Жалпы баланың психикасына бұл жаңағы әлеуметтік желі болсын, көріп жатқан контенттері болсын, ол да әсер етеді. Қазір мысалға қарасақ, жастардың өлімге қарапайым түрде қарайтынын көріп жатырмыз. Бұл неге? Өйткені олар кішкентай кезінен ойындардың бәрінде ат тастайды бір-бірін. Өлген адам, өлікті көрудің өзі олар үшін қалыпты жағдай. Кинолардың барлығында мысалға өлім көрсетіледі, тағы басқа деген сияқты. Адамды өлтіру деген нәрсе ол қарапайым нормадағы жағдайға айналып бара жатыр. Өкінішке орай қоғамымызда солай. Енді жаңа айтып жатырсыз, кішкентай кездегі балалардың өзіне контенттердің әсері үлкен. Ата-аналар тарапынан неге балаларымыз жалпы телефонға тәуелді болады деген
себепті де біз бірінші себеппен күресу керекпіз ғой салдарынан бұрын. Себептерін зерттейтін болсақ, әртүрлі себеп болуы мүмкін. Бұл жаңағы ата ана мен баланың арасында байланыс жоқ, балалардың достары жоқ деген секілді, бос уақытын өткізетін жері жоқ, ата-аналардың барлығы жұмыста. Осы жаңағы қоғамдық даму институтының зерттеулеріне сүйенсек, әрбір үшінші отбасы өзінің отбасында ата-ана баласына 15 минут уақыт бөлмейді, 24 сағаттың 15 минутын бөлмейді. Мен мысалы 3 балам болса, мен 45 минут уақытымды балама бөліп, жұмыстан келіп, тек қана ештеңеге алаңдамастан, телефон ұстамастан балама бөлмеймін деген сөз. Бұл көптеген мәселелерді алып келіп жатыр. Енді өзімнің практикамды алатын болсам, мысалға жыныстық зорлық-зомбылық көрген кішкентай балалар. Неге ата-анаға айтпадың десек, ата-анамен арасында байланыстың жоқ екенін көріп жатырмыз. Ата-анасынан қорқатынын айтуға, сенбейді деп ойлағанын, тағы басқа деген мәселелерді көріп жатырмыз. Сондықтан және телефонға тәуелділік тек қана осындай мәселеден бөлек коммуникативті дағдылардың да дамымауына алып келеді. Яғни қазір мысалға келетін оқушылардың жасөспірімдерден сұрайтын болсам, достарың бар ма деп, олар өмірде жоқ, онлайн достарым көп дейді. Яғни кәдімгідей адаммен сөйлесу дағдысы да кетіп бара жатыр, шектеліп бара жатқанын да көре аламыз. Сондықтан ол болашақта үлкен мәселеге алып келуі мүмкін. Және кеше карантиннан кейін енді біз зерттеулеріміз көрсетіп жатыр, психикалық ауытқулардың саны артып бара жатыр. Суицидтің саны артып жатыр. Неге? Өйткені балалар қамалып қалды да үйде, тек қана осы телефонмен отырды. Және енді психикалық денсаулықты бағанадан бері айтып жатырмыз. Өзі психикамыздың дұрыс болуына 3 фактор әсер етеді. Бұл да адам дұрыс тамақтанса, дұрыс ұйықтаса, және физикалық белсенділік болса. Ал қазір балаларда ол жоқ. Балалар уақытылы ұйықтамайды, өйткені телефон бар. Балалар дұрыс тамақ ішпейді, өйткені кола, кириешки балаларымыздың жейтіні, фастфуд деген секілді. Үшіншісі физикалық белсенділік жоқ, өйткені қайтадан телефонда отыр, я жатады, я отырады тек қана. Далада ойнап жүрген балаларды біз көрмейміз. Яғни 3 фактор да жоқ. Сондықтан әрине қазіргі таңда балаларымыздың психикасы әлсіздеу. Көп ата-аналар тарапынан еститінім осы, бұрын бізді ұрысты, біз ешқандай өлген жоқпыз, ешқандай ешнәрсе болған жоқ, біз мықты адам болып шықтық қой дейді. Иә, бірақ ол кезде әлеуметтік желі болған жоқ, ол кезде телефон болған жоқ, жаңағы 3 фактор қолданатын едік. Өйткені далада адамдар ойнайтын, дұрыс тамақтанатын, қолдың айран, құртын жейтін, ірімшігін жейтін деген секілді, уақытылы ұйықтайтын, жататын кезде белгілі бір уақытта жатып тұратын режим болатын. Қазір балаларда ол жоқ, өкінішке орай. Сондықтан әрине ол біздің психикамызда әлсір етіп жатыр. Өте өзекті мәселелер, жаңа отбасылық процестерге көбінесе тоқталып жатыр. Өкінішке орай баланың дамуын қамтамасыз ете алмайтын отбасылар да бар. Мәселен, Қазақстандық қоғамдық даму институтының әлеуметтік зерттеу нәтижесіне тағы сүйенетін болсақ, бұл жерде сауалнамаға бізде 2400 респондент қатысқан болатын. Бұның қазақстандықтардың жартысынан көбі қоғамда отбасылардың балаларының қатысты қатыгездік мәселесі бар деп есептейді. Яғни 67-де 2% қатыгездік көрсетеді. Сондай-ақ қатысушылардың басым пікірі балалардың құқықтарын көбінесе ата-аналар өздері бұзады деп көрсетеді. Және сіздердің ойларыңызша отбасындағы экономикалық қиындықтар, психологиялық лимиттер және экономикалық жасөспірімдердің даму процесіне қандай да бір ықпалын тигізіп отыр ғой. Және осы тұрғыда біз отбасыларға және балалардың жасөспірімдік дүниелерді қалай қорғай аламыз? Енді жаңа жалпы отбасылардағы экономикалық жағдайдың баланың қалыпты дамуына әсер ететіні бірден бір фактор. Ал екіншіден баланың жаңағы агрессивтік мінез құлқына оның барлығы жаңағы туу факторы, шығу факторы тек қана экономикалық деп айту кішкене дұрыс болмайтын шығар. Өйткені мен көріп жүрген, біздің тәжірибемізге сүйеніп, біз барып жүрген отбасылардың ішінде, мысалы, алысқа бармай ақ қойық, осы бізде Астанада мына Көктал жақта бір отбасы бар, ер азамат, 5 баланы тәрбиелеп отыр, анасы жоқ. Жай жұпыны 2 бөлмелі үйде тұрады, аудитория дейміз ғой қазақша, жері. Үлкен баласы қазір студент, қалған 4 баласын бірдей боксқа берген. Бокске барады. Сонда үйдегі ана әкенің балаларға берген тәрбиесі
ол үйде қыз жоқ деп есептемейсің. Үйге кірсең шыққысыз, тап-тұйнақтай, үйде тәртіп бар. Әрбір баланың үйіне кірген күнделікті жұмыс күні жоспарланған. Кәдімгідей жаңағы қабырғаға не жазып қойған, күн режимін жазып қойған. Сағат 6:30-да ояну, жуыну, таңғы жаттығу, таңғы ас, сосын кейін сабаққа бару, сабақтан кейін үйдегі жұмыстар жасау, секцияға бару, сабақ пысықтау, міне осылай жазып қойғанда қуантатын жағдай. Енді бұл отбасының жаңағы орташа табысы, орташа деңгейден де төмен негізінде. Бірақ отбасындағы тәрбие бар, отбасында дұрыс тәртіп бар. Ал кейбір отбасыларда мысалы барлығы бар, болып толып отырады. Бірақ сол үйде мейірім жоқ, жылулық жоқ, ол үйде агрессия бар, ол үйде тұрмыстық зорлық зомбылық бар, ол үйдегі баланың жаңағы қоғамдағы, мектептегі тәртібі дұрыс емес. Бұл енді тәрбиеден кетіп отырған кемшілік. Енді мысалға суицид мәселесін өзін алатын болсақ, бұрындары қалай ойлайтын едік, мысалға жағдайы бар, жаңағы толық отбасында бәрі дұрыс деп ойлайтынбыз. Бірақ осы соңғы 10 жылдағы менің тәжірибемде байдың баласы да өліп жатыр, кедейдің баласы да өліп жатыр. Толық отбасында балдары өліп жатыр, толық еместікі де, жетім балалар да өліп жатыр. Жақсы оқитын бала да өліп жатыр, жаман оқитын, белсенді де өліп жатыр, тұйық бала да өліп жатыр. Сондықтан мына балада мәселе болмайды деп ешқандай кепілдік бере алмайды жалпы. Және жаңа айтып жатсыз ғой, телефоннан қалай ажыратамыз тағы басқа деп, контенттерден қалай шектейміз деп, қалай ойындардан шектейміз деп жатырмыз. Бұл ойындарды біреуін жапқанмен олар келесін ашылып жатыр. Келесін жапқанмен тағы да ашылып жатыр. Оны өйтіп жап қойғанмен ешқандай мәселе шешілмейді. Мәселе ол баланың жаңағы сөйлесуі ата-анамен, одан кейін ақпаратты қандай жаңағы ақпараттың дұрысын алып, дұрыс емесін қолданбауды, ол ата-ана сондай жаңағы сауаттылықты жалпы беру керек. Және кішкентай бала болғандықтан оған жаңағы ата-ана тарапынан бақылау деп орнатамыз ғой телефонымызға, сол орнату арқылы бақылап отырсақ болады жалпы. Баланы қолданатын жаңағы мобильдік қосымшаларының өзін сүзгіден өткізу керек. Мысалы, кейбір жаңағы қауіпті сайттар бар. Қауіпті сайттарға, мысалы, біздің қаламыздағы кейбір жасөспірім қыздар кіріп кетіп, соның арбауынан шыға алмай, арты үлкен құқық бұзушылыққа, қылмысқа апарып жатқанда жайттар бар. Жаңағы тыйым салынған сайттарға кіріп, тіркеліп, артынан оны жаңағы бірге араласып жүрген достары біліп, оны ары қарай бопсалап, әлеуметтік желіге шығарам, ата-аналарыңа жіберем деп, тіпті жаңағы мобильді қосымшалар арқылы жаңағы танысу сайттарына кіріп, одан кейін жаңағы ересек үлкен ер азаматтармен танысып, әбден сеніміне кіргеннен кейін жаңағы жас қыз баланың жаңағы басында гүлмен, сыйлықтармен жаңағы сеніміне кіріп алғаннан кейін жалаңыш фотоңды жібер, видеоңды жібер деген, суға түсіп жатқандағы фотоңды, видеоңды жібер деп, сол арқылы бопсалап, қызға бүкіл айтқан орындатқызып, артынан қыз баланың тарапынан жаңағы суицидқа оқталу фактілері, соғанға шейін бару фактілерде жоқ емес, өкінішке орай бар. Сонда енді сол отбасын қарайтын болсақ, толық отбасы. Әкесі де бар, шешесі де бар. Басында әжесінің тәрбиесінде болған. Одан кейін мектеп жасына келгеннен кейін жаңағы ата-анасына келген. Міне бұл жерде жаңағы дөп басып экономикалық немесе әлеуметтік жағдай төмен, нашар отбасыларда ғана болады деген сөз емес. Бұл барлық көбіне жаңағы отбасыларда кездеседі. Енді одан ешкім жаңағы мен осыдан сақтанғанмын деп айта алмайды. Расында дұрыс айтасыздар, бұл зерттеу нәтижесінде бұл халықтың былай форматта ойын көрсетеді. Бірақ нақты кейстеріңізбен алатын болса, бұл жерде әлеуметтік немесе басқа деп қаралмайды. Жаңа сіздер айтып отқан отбасылық мәселелерде коммуникацияның болмауы, және де осы мәселелерде қорғаныспен
сақтық шараларының алдын алу процестерінің болмауын көріп отырмыз. Енді бүгінгі таңда осы мәселелердің алдын алу бағытында қандай да бір мемлекеттік жаңағыдай программалар бар ма? Және де қазіргі таңда ата-аналарды сауаттандыру бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы жерлерге тоқталып алсақ, және де қалай біз көмектесе аламыз? Ата-аналарды толғандыратын да осы дүниелер, жаңа сіздер айтып өткен психикалық буллингтер, сексуалды зорлық-зомбылықтар, физикалық, моралды зорлық-зомбылықтар. Бұл жөнінде де зерттеулер нәтижесінде оқу орындарында балаларға моральдық және физикалық зорлық-зомбылық жасау процесінде 46-9% ата-аналар растайды. Және де балаларға сыныптарда және де мұғалімдер тарапынан дейді, басқа да ересектер тарапынан қаржылық экономикалық зорлық-зомбылық көрсетуде ата-аналар 41% растап отыр. Бұл дегеніміз нақты растау нәтижесі, бірақ осы дүниелердің қалай ата-аналар алдын алады және де мемлекеттік бағытта біз қалай көмек көрсете аламыз осы ата-аналарға? Мына жерде жаңағы алдыңғы мәселеге бір қосып жібергім келеді. Балада үйден тыс жерде түрлі проблема болуы мүмкін. Шынымен ол буллинг көруі мүмкін, оны кемсітуі мүмкін, оны жаңағы басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ үйге келген кезде үйдегі ахуал дұрыс болмайтын болса, онда балаға тіптен ауыр. Сыртта проблема, үйге келсем тағы проблема. Жалпы өмір сүрудің не қажеті бар дейді ғой онда. Бірақ сыртта проблема бола берсін, бірақ үйге келгенде ата-анасына керек екенін сезінсе, өзінің маңызды екенін сезінсе, өзінің жақсы көретінін сезінсе, онда балаға кез келген мәселеге төтеп беру, қиындықтарға төтеп беру оған жеңілірек болып келеді. Өйткені мына жақта қолдайтын, оның жандар бар екенін ол біледі. Мен өмірге керек екенін біледі жалпы. Одан кейін жаңағы әлеуметтік жағдайға байланысты сұрап жатсыз. Әлеуметтік жағдайға байланысты біздің кейде ата-аналардың тарапынан да қызықты бір жаңағы мән бермейтін дүниелер бар. Мен тағы да өзім практикамнан мысал айтқым келеді. Менде қыз бала болған болатын, ол ауылдық жерде оқыды, анасы осы қалада жұмыс жасайтын. Сонда үнемі айтады екен, мен жаңағы бізде Астанада қалада күн суып кетті, аяғыма етік алайын десем етігім жоқ, бүкіл ақшаны саған салып жатырмын деп. Сонда ана қыз айтады да, апай мен өлгім келеді, өйткені мен өліп қалсам, мамам өзінің ақшасын өзіне жұмсар еді. Мен бір ата-анама жүк сияқтымын дейді. Ата-анасы алып берген әр дүниені өстіп баласына міндет түсінетін болса, әрине ол өзін артық сезінеді. Онда мен ата-анам үшін жүкпін, ата-анам алдында кінәлі сезінеді. Сондықтан ата-ана да әрбір айтқан сөзіне де мән беру керек жалпы. Қалай сөйлеп жатырмын, қандай оған эмоцияларды беріп жатырмын деген секілді. Соған да негізінде мән беру қажет деп ойлаймын. Жаңа сіздің сөзіңізден маған да бір ой туып отыр. Жалпы балалардың ортасында ата-анаға деген махаббат, ата-анасын жақсы көру несі үрдісі бала мен ата-ананың ортасындағы жаңағы эмоционалдық тәуелділік байқалады көп жерлерде. Мысалы біз қолайсыз отбасыларда, тұрмыстық зорлық-зомбылық болған отбасыларында немесе қылмыс болған отбасыларында баланы еріксізден жаңағы баланың қауіпсіздігі үшін балаларды қолдау орталығына апарамыз ғой. Сол кезде енді ата-анасы ішкілікке салынып кеткен кезде немесе жаңағы теріс жолға түсіп кеткен кезде ата-анаға мүмкіндік беріледі, өзін түзеуге, жаңағы балаға барлық жағдайды, қалыпты жағдайды жасауға мүмкіндік беріледі. Сол кезде бала ата-анасы баласына жаңағы балаларды қолдау орталығына барып кездесіп көріп тұрады ғой. Сол кезде балалардың бар ғой анандай жақсы условияларды көргеннен кейін көре тұрса да сол уақытымен тамағы, таза жатын орын, таза жер, сондай жерлерде жүрсе де өзінің ата-анасының үйіне, өзінің сол туып өскен жеріне, сол жерге барғысы келіп тұрады. Бұл біріншіден, екіншіден жаңа сіздің сұрағыңызға қазір мысалы жасанды интеллекттің қарқындап дамып бара жатқан заман, жаңа Сымбат ханым да айтып отырды, балалардың ортасында коммуникацияға түсу дағдысы бізде төмендеп бара жатқан кезде балалардың мысалы шын мәнісінде достары аз болуы мүмкін, бірақ ол жаңағы досты ғаламтордан табады. Соның ішінде жаңағы жасанды интеллект сенің досың болуы мүмкін, мысалы сонымен байланысуы мүмкін, сонымен коммуникацияға түсуі мүмкін. Бірақ болашақта осыған қазір осының бәріне рұқсат беретін болсақ, сонда оқшаулы бір бөлмеде ғана өмір сүретін адамдардың типажына келеміз ба деген қорқыныш менің бойымда бар. Ал тағы да бір нені айтайын, мысалы
бізде тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған жас қыз келіншектердің ортасында басым тенденция былай мысалы 20-дан 25 жасқа шейінгі қыз келіншектердің бойында байқайтын иә тұрмысқа шықты, кәдімгі ұзату той болды, үйлену той болды, одан кейін нәрестелі болады. Сол екі ортада зорлық зомбылық көрген қыз балалар, келіншектер жоқ, мен ары қарай бұл кісімен бірге тұрмаймын. Өйткені ол менің жаңағы бостандығым шектеді. Анда бармайсың, мында бармайсың, маған тыйым салады. Енді ана екінші тараппен жұмыс істеп, ол кісінің бойындағы жаңағы бір өзіңізге ұнамайтын дүниелерді ортаға салып талқыға, маған мынау ұнамайды, маған мынау былай істеген қалаймын деген нәрселерге барғысы келмейді, оны шешкісі келмейді. Мен ата-анамның алдында бет жүзім жарқын, кәдімгідей ұзатылып, тұрмысқа шығып, тұрмыста баланы көтердім. Ары қарай маған ер азаматтың қажеті жоқ. Мен бүкіл материалдық жағдайды өзім-ақ балама жасап беремін дейді. Қазіргі кездегі ата-аналардың басым несі, көпшілігі балаға материалдық жағдайды көп ойлаймыз да. Материалдық жағынан берсек болды. Оның жаңағы өте қымбат мектепке барып сабақ алғаны, сабақтан шығып жаңағы қандай да бір өзін-өзі дамыту орталықтарына барып, сол күні бойы бала жаңағы бос емес болса, кешкілік жұмыстан келгеннен кейін дастархан басында әңгімелеспейтін отбасылар бар. Күнің балам қалай өтті? Қандай бүгін жақсы жаңалығың бар? Немен бөлісе аласың? Сені бірдеңе толғандырып жүр ма деп сөйлейтін ата-аналардың қазір саны азайып бара жатыр. Бұл да енді өте толғандыратын үлкен мәселе. Мысалы, біздің көрші мемлекеттер, соның ішінде жаңағы таяу немесе алыс шет мемлекеттер Қазақстанға сыртынан қарап қызыға деп, бізде отбасылық құндылықтар өте қатты дамыған. Бізде отбасылық жаңағы қандай да бір заңдар, жазылмаған заңдар өте жақсы жолға қойылған деп қызығады. Бірақ шын мәнісінде біз осы Қазақстанның ішінде тұрып жүргеннен кейін, сонымен күнделікті жұмыс жасап жүргеннен кейін бізге мәлім, бізге ақиқат дүниелер ғой. Сондықтан бұны қазір ортаға талқыға салып отырғанымыз, осы мәселелерге біз мән берсек, осы мәселелермен біз жұмыс жасасақ, осы мәселелерді ары қарай ушығуына жол бермесек, қоғам болып, сонда біз өзіміздің жаңағы негізімізді, өзіміздің аталар заманнан бері қарай ғасырлар бойы келе жатқан даналығымызды ары қарай алып кетсек, онда құп болар еді. Гүлмира ханым айтып жатқан кезде есіме келіп жатыр. Мен де 3 балам бар, өзім анамын. Сонда мынау жалпы балалардың жұмыс жасау өзімді ана ретінде бірінші кезекте тәрбиелепті. Әрине, жаңағы кәсіби деңгейде алған жаңағы деңгейлерім, басқаларым өте көп, марапаттарым дейді ғой. Алайда ең үлкен берген маған пайдасы ол ана ретінде тәрбиеледі. Өйткені әрбір баламен жұмыс жасаған кезде олар маған не айтады? Мен ешкімге керек жоқпын үйде. Мен ешкім жаңағы мені тыңдағысы келмейді, ешкім мені жақсы көрмейді деген дүниені айтады. Мен де ол кездері жаңағы жұмыс істеймін, жұмысым ауыр. Сонда келем, балаларым алдыма шығып, мама десе, мен айтатынмын: әжеңе баршы, атаңа баршы. Шаршап тұрмын, бір жұмыс істеп келгенім бір міндет болатын. Кейін балалармен жұмыс жасау арқылы түсіндім ғой, балаларға сен алып берген ойыншығың да керек жоқ, тапқан ақшаң да керек жоқ, жеткен жетістігің де керек жоқ. Жай ғана ана болғаның, оны құшақтағаның, оны жақсы көрем деп айтқаның ғана керек та. Сонда өстіп жаңағы ата-аналарды оқытқан кезде айтып жатамыз ғой, балаларыңызды күніне 8 рет кемінде құшақтаңыздар деп. Сонда естіп жатамын, әсіресе ауылдық жерлерде, мен басқа істейтін тіршілігім жоқ екен да, сол балаларды құшақтап отырамын ба деп жатады. Сонда айтамын, құшақтау деген тегін дүние ғой деймін да. Келді, балаңыз құшақтадыңыз, көп уақытта кетпейді ғой оған. Және құшақтау ол бір жеңілдік береді. Негізі қатты шаршап тұрсаңыз, көңіл күйіңіз болмай тұрса, жақсы көретін адамыңызды құшақтайтын болсаңыз, ол балаңыз да болсын, ол жолдасыңыз да болсын, кәдімгідей жеңілдік сезінесіз. Ол енді әрине ғылым түрінде басқаша түсіндіріледі ғой. Қуаныш гормондары көтеріледі деп түсіндіріледі. Сондықтан балаға да құшақтау, ол баланы құшақтау ол өте маңызды деп бүгін енді ата-аналар бізді тыңдап отырса, соны айтқым келеді. Жүрегінің жылулығын, лебізін, жаңағы бойындағы ыстық қандай да бір сезімдерін береді ғой, құшақтау деген жақсы ғой. Иә. Және бір қызықты не, тағы да өзім енді практикамнан болған кейстарды бөлісіп отырайын. Менде жаңағы қыз бала болған болатын, жасөспірім.
неге кеңес алуға келген. Сонда айтып жатыр, мен жағдайым қиын дейді да, өзім жаңағы стресстік жағдайда жүрмін. Не үшін десем, мен қазір анам екінші тұрмыста, одан 2 ұл бар дейді. Екінші әкем мені бөлектейді дейді. Өзінің ұлдарына ғана кола кириешке алып келеді, маған жегізбейді, маған бермейді дейді. Сонда қызбен жұмыс жасадық, отбасымен жұмыс жасадық. Бір күні қуанып келді қыз. Сонда сұраймын, бүгін көңіл күйің жақсы ғой, не болды десем, мамам мені ботақаным деп еркелетті дейді. Сонда айтамын, бір ғана ботақаным деген сөз балаға қалай әсер етті? Қанаттандырып жіберді. Баланың бойында сенімділік пайда болады. Керекпін деген пайда болды да. Және бұл тағы да екінші ой берді маған. Біз көбінесе үйде үйдің кішкентайын еркелетеді екенбіз де, ал үлкендердің көбінесе ұрсады екенбіз, талап етеміз, өзіміздің жауапкершілігімізді беріп қояды екенбіз. Сондықтан бала үйдің үлкені болсын, ортаншысы болсын, кішкентай болсын, ата-ана үшін ол бала, ата-анасынан ол жылулық күтеді. Сол нәрсені жалпы бере алсақ, ол тіптен жақсы. Сіздің Сымбат ханымның несінен ой келіп жатыр да. Осы биыл Астанада тұңғыш балалардың мектебі ашылды. Ол өте жақсы дүние. Өйткені тұңғыш бала бізде қазақи отбасыларда қалай, тұңғыш бала артынан ерген басқа балаларға жауапкершілік. Тұңғыш бала өзін қалай ұстау керек, ол не нәрсені білу керек. Енді мысалы бір сыныпқа жиналған балалардың ішінде, оның ішінде ортаншы болуы мүмкін, оның ішінде кенжесі болуы мүмкін. Оларға бәріне бірдей жеткізілмейді ғой. Әркімге енді индивидуальный подход керек. Мына жерде жақсы ылғи тұңғыш балаларға айтатын ақпарат бір, жаңағы дамытатын дағдылар бір. Жақсы өткенде менде жаңалықтардан оқып қуанып қалдым. Өте өзекті дүниені қозғадық. Енді абайға тоқталатын болсақ, жаңа айтып жатсыздар ғой, ата-ананың қарым-қатынасы және ата-ананың үйдегі келбеті деп. Бірақ осы балаға тұлға болуда абай өзінің мына сөзінде айтады: адам баласы һәм 3 адамның тәлім-тәрбие алады дейді. Бұл бірінші ата-анасы, екінші ұстазы, үшінші ортасы дейді. Бірақ дейді, ең қайсысын қатты жақсы көреді, содан көбірек тәлім-тәрбие алады дейді. Біз көп жағдайда ата-ананы ескеріп жатырмыз. Бүгінгі таңда енді екінші бағытта ұстазы, мектебі, жаңа тұңғыш балаларға арналған мектеп деп жатсыз. Осы орайда баланың психологиялық әл-ауқатын көмектесуге және осы мектептердің маңызды орны қаншалықты, және қандай бүгінгі таңда енді ата-анасыздар, мектепке баланы жіберіп жатсыздар, ортасын қалыптастыруда қандай іс-әрекеттер жасалынуда? Жаңа сізде мен осыны бір 3-4 жыл бұрын неден оқыған едім. 5 жасқа шейінгі балаға модель ата-ана. Шын мәнісінде қарап отырсаңыз, 5 жасқа шейінгі бала ойнап жүрген сыртынан қарасаң, жаңағы мама папа болып ойнап жатады. Оның өйткені көз ашып көргені ата-анасы, үйіндегі жаңағы қарым-қатынас. Одан кейін 5 жастан ары қарай бала бақшаны аяқтайды, мектепке барады. Мектептегі 7-ден 13 жасқа шейінгі балаға модель ол жаңағы ұстаз. Өзімізде мысалы бала кезім есіме түсіп отыр. Сабақтан келгеннен кейін айнаның алдына тұрып, мұғалім болып ойнайтынбыз. Сонда қай мұғалімді жақсы көресің, сол мұғалімге ұқсағың келеді. Одан 13 жастан ары қарай 21 жасқа шейін орта. Бұл жерде енді өтпелі кезең дейміз ғой, өтпелі кезеңдегі біз мысалы бастауыш сыныптар немесе орта буын сыныптар емес, 13-тен ары қарайғы сыныптармен жұмысты көп жасайтын себебіміз оларға профилактикаға аса мән беру керек, өйткені оның ортасы оны қалыптастырады. Сонда біз мысалы ата-аналар жиналысына барған кезде де ата-аналарға үнемі айтып отырамыз: бала кіммен араласады, кіммен сөйлеседі, қандай әлеуметтік желіде отыр, соған мән беру керек, қарау керек. Одан кейін мысалы 13 жастан ары қарай балалар ақырындап үйінен кете бастайды. Үйде қонбайды, кешігіп келеді, немесе бірнеше күнге кетіп қалады. Бұл енді бізге үлкен сигнал. Бұл жерде біз жұмысты сол бірінші отбасынан бастаймыз. Нақты себебі неден, қайдан шығып жатыр. Сонда кейбір жағдайда жаңағы бірге оқып жүрген мектептегі сыныптастары да біледі проблеманы, мұғалімдерді байқап жүреді, бірақ сол кезде каким-то образом байланыс болмай қалады, бір-біріне айтылмай қалады. Сосын кейде іс насырға шауып жатады.
Сондай кезде мысалы мына қазіргі эфирді пайдаланып айтқым келеді, біз ешқайсымыз бейжай қалмауымыз керек, біреудің проблемасы демеуіміз керек. Қолымыздан келгенше біздің жай ғана енді соған көмектеспесек те бір 102-ке қоңырау шала салыңыз. Сол арқылы сол адамның өмірін құтқаруға, денсаулығына араша түсуге сізде мүмкіндік бар. Кейде бір бейжайлық танытып, ой, бізге ол қатысты емес деп жатқан кезде өкініп жататын жағдайларымыз болады. Сондықтан қазір мысалы цифрлық технология өте қарыш дамып жатыр ғой. Кез келген баланың телефонында мобильдік SOS деген 102 деген қосымша болған дұрыс. Өйткені сабақтан қайтып келе жатса да, жаңағы дамыту орталығынан қайтып келе жатса да, оған бір қауіп төнген кезде сол мобильдік қосымшасы арқылы 7-6-5 секундтың ішінде болған нәрсені соған көрсетсе, жедел басқару орталығындағы отырған қызметкер оның адресін автомат түрде локациясын анықтайды. Егер көшеде болатын болса, нақты қай жер екенін көрсетіп жіберсе болады, немесе көп қабатты үйде болатын болса, онда пәтерді не жазып жіберуге болады, не айтуға болады. Сонда көмекті тез ала алады. Одан кейін мысалы қоғамдық орындарда, адамдар көп шоғырланатын жерлерде SOS батырмалары бар. Қызыл байқаған шығарсыздар. Ол да мысалы бала ұялы телефон жоғалтып алса, немесе жаңа өзі адасып қалған болатын болса, сол жерге барып айтса, мысалы бізде былтыр осы Көкталдағы паркта баланың жоғалып қалғандығы не болды? Әкесі 2 қарындасымен далаға шығарған ғой ол баланы. Сосын шана теуіп қыстыгүні ойнап жүрген. Ана 2 кішкентай тоңды деп атына әкеске алып кеткен, ол бала ойынға қатты берілгені оған мән бермей тастап кеткен. Ол сол жерде қарындастарының жоқ екенін көріп, жүгіріп сол кнопканы басып, басырынан менің осы қарындастарым жоғалып кетті, мен жалғыз қалдым, үйіме баруға қорқам деп. Сол жерде 5 минуттың ішінде полиция қызметкерлері, патрульдік полиция келеді. Баланы жаңағы қай жерде екенін анықтайды. Үйін алып барса, 2 қарындас үйінде отыр, ата-анасы жайбарақаттанып шай ішіп отыр. Бұл да бір баланың өзінің қауіпсіздік деңгейін жасау үшін де көмектескен. Бұл енді соны сұрасақ баладан, ешкімде оған үйретпеген, интуитивті түрде ана кнопканы барып, көріп, соған басып не жасаған. Енді ата-аналар жалпы қоғам көретін шығар, бүгінгі біздің эфирімізді деп ойлаймын. Сондықтан енді айтқым келеді, жалпы балада болсын, жан-жағыңыздағы достарыңызда болсын, әріптестеріңізде болсын, кез келген адамда психологиялық проблемалар болатын болса, ол жай ғана өтпейді, ол белгілі бір белгілерді береді бізге. Бұлар қандай белгі болуы мүмкін? Біріншіден адамдар сөз арқылы айтуы мүмкін. Мен шаршап кеттім өмірден, маған ештеңке қызық емес, мен жаңағы өлгім келеді деген секілді сөздерді айтуы мүмкін, немесе әлеуметтік желісіне салуы мүмкін. Қарапайым WhatsApp-тағы статусқа қарайтын болсақ, адамның күнделікті көңіл күйін білеміз. Мысалы, біреуге ренжісе, неше түрлі цитаталар кетеді, сөз иесін табады деген сияқты жазып қойып жатады. Яғни оны бір нәрсе мазалап жатқанын, алаңдаушылықтың ода бар екенін біз мысалы байқаймыз. Келесі, бұл іс-әрекет арқылы да белгілерді беруі мүмкін. Мысалға, балалар, егер мұғалім болсаңыз, сабаққа келмей қалады, кешігіп келіп жүреді күнде, немесе партаның үстіне жата береді келеді. Үйде болса, ата-ана мысалы ұйқы бұзылысын көруі мүмкін. Адам я ұйықтамай қояды, немесе я көп ұйықтап кетеді. Тәбет бұзылысы болуы мүмкін. Бір нәрсе мазалайтын болса, оны я тамақты жемей қояды, я көп жеп кетеді. Келесі, бұл қызығушылықтардың төмендеп кетуі. Мысалы, спортқа, ән, биге қызыққан балалар ештеңкеге қызықпай қояды деген секілді. Сабақ үлгерімі нашарлап кетеді. Егер осындай белгілерді байқап қалса, онда тағы да 3 кеңесті айтқым келеді. Бірінші, сұрақты дұрыс қою. Көбінесе бізде ата-аналар сұрақты қалай қояды? Көбінесе ұрсып қояды. Саған осы не жетпейді, саған деген бүкіл жағдайды жасап жатырмыз, сен үшін жүрміз, не сұрасаң бәрін алып беріп жатырмыз, енді тағы саған не керек деген секілді сұрап, жаңағы сұрақтың өзін сынап, немесе бағалап, немесе ұрсып қойып жатады. Бұндай кезде балалар шынайы жауап бермейтінін айтқым келеді. Өйткені бәрібір қазір айтқанмен түсінбейді ғой деген ой болады. Келесі, сұрақты қойдыңыз ба, кейде балалар үндемей отырады.
өйткені ол жыныстық зорлық көріп жүруі мүмкін, ол буллинг көріп жүруі мүмкін, оны ата анама айтайын ба айтпайын ба деп ойланып отыруы мүмкін. Сондықтан сұрақты қойдыңыз ба, күтіңіз, ол сізге жауап береді. Кейде айтып тұрған проблемасы балаңыздың болмайтын нәрсе болып көрінуі мүмкін сізге. Бірақ ата-аналар естеріңізде болсын, ол сіз үшін болмайтын нәрсе болғанымен, ой, соған бола сөйтіп жүрсін ба деп құнсыздандырудың қажеті жоқ. Ол бала үшін үлкен шешімі жоқ проблема. Қандай жағдай болсын, оны тыңдаңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Егер жағдай тым ауыр екенін көретін болсаңыздар, мысалы балаңыз галлюцинация көріп жүре, ол кезде немесе депрессияға түсіп кетті балаңыз, онда балаға ол арнайы мамандардың көмегі қажет екенін білу керекпіз. Егер психологтың көмегі қажет болатын болса, 24/7 Қазақстан бойынша тегін психологиялық қызмет көрсететін қызу желі бар, 111. Кез келген уақытта хабарласып, психологтың тегін көмегін ала аласыздар. Кешкілік уақыт болсын, түнгі уақыт болсын, хабарласып, анонимді түрде көмек алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан барлықтарыңызды жалғыз қалмай мәселеде көмек алуға шақырамын. Өте мазмұнды пікірлеріңізге және де осындай танымдық ақпараттарыңыз үшін мың алғыс. Бүгінгі таңда енді Қазақстан қоғамдық даму институтының зерделенген нәтижелерін бөлісе отырып, және де сіздердің сараптамалық пікірлеріңізбен ортаға сала отырып, бүгінгі подкастымызда ата-аналарға, отбасыларға және де ең алғаш, ең маңыздысы бұл жасөспірімдер мен балалардың психологиялық денсаулығын, қиындық мәселелері қандай болады және де оған қалай қолдау көрсете аламыз деген сауалдарға мазмұнды маңызды жауап бергендеріңізге мың алғыс айтамын. Енді осы тұрғыда біздің қоғамдық даму институтының зерттеулері және де әр 2 жыл сайын шығып отырады. Сол зерттеулерде қандай қиындықтар бар және де қандай мәселелерге қалай біз алғышарттарын жасауымыз қажет болады деген секілді ақпараттардың барлығы беріліп отырады. Сол себепті бүгінгі де сіздердің айтылған пікірлеріңіз сол нәтижеліге еңбектерге енетін болады, зерттеулеріңіз. Сол себепті бүгінгі мазмұнды ақпараттарыңыз бен подкаст үшін алғыс айтамын.